Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыстың қамын жазда ойла демекші. Қыста рахаттанып жейтін бар жоғы 20 минут алатын ащы кетчуптан салат жасаймыз. Ал ендеше қиярларымызды жуып тазалап әдемілеп екі жағын кесіп алып тастаймыз және де 4 бөлікке бөліп аламыз. Үлкен болса 4-5 бөлікке бөліңіздер. Ал кішкене қияр болса 4 бөлікке бөлуге болады. Ал енді бізге қосатын қоспамыз чеснок және лавр жапырағы және көк шөп қоссаңыздар болады. Дәмі ерекше болып шығады. Және де кетчуп қосамыз. Одан кейін біз чесногымызды осылай майдалап өткізсек болады. Ал енді бастайық. Ең алдымен біз ыдысымызға суымызды құйып, осылай кетчупты салып, қайнатып аламыз. Осылай қайнауға жақындағанда қиярымызды салып, осылай барлық қиярды салып араластырамыз. Және де кішкене май құямыз. Достар, енді бұрқ етіп қайнағанын күтеміз. Енді одан кейін қарабұрыш, көк шөп, укроп және де чеснок салып араластырып, тағы бір 5 минутқа, 10 минутқа қайнатып аламыз. Көп қайнатпаймыз салатты. Көп қайнатсақ қияры езіліп кетеді. Сол үшін бір 10 минут қайнатыңыздар. Одан кейін 1 қасық тұз саламыз. Және де 2-3 қасықтай шекер саламыз. Осымен салатымыз дайын. Енді банкаларымызды булаймыз. Осы банкаларымызды 3-4 минутқа булап алып, салатымызды банкаларымызға құйып дайындап аламыз. Және де крышканы 3-4 минутқа суға қайнатып алсаңыздар болады. Осымен банкамызға салатымызды салып, закривашкамен крышкамызды жауамыз. Осымен салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шыққан.